Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін өз әдістеріммен, өз ойларыммен бөліскім келді және сырласқым келді. Негізінде бұл видео план жасалып, осылай айтамын, осыдан кейін осыны айтамын деген сияқты планмен, жоспармен емес, жай ғана үйдің бір бұрышына келіп, камераны ашып, өз ойымен бөлісіп, сырласу мақсатында жасалған болатын. Негізінде әрбір адамның өзінің жеке өмірі, жеке ой санасы деген бар, бірақ кейбіреулеріміз өз ойымызды ашық айта алмай жатамыз. Яғни қысыламыз, ұяламыз деген сияқты, Бүгін соның барлығын жеңіп, жай ғана сырласу нәтижемен, кеңеспен бөлісу мақсатында осы видеоны ашқан болатынмын. Негізінде осы соңғы 3 айда мотивациялық кітаптар оқып және мотивациялық видеоларды көп тыңдадым. Осының әсерінен ба білмеймін, ойлау жүйем, сосын белгілі бір ситуацияға деген көзқараспен қарағанда тек қана бір жақты емес, екі жақты көзқараспен қарау сияқты түрлі ой өзгерістері бола бастады. Және осы 3 айдың ішінде өзімнің өмірімді өзгертуге көмек берген 5 әдетпен сіздермен бөліскім келді. Жақсылап мұқият тыңдаңыздар, сіздерге де пайдалы болып қалар деген ойдамын. Және менің өміріме үлкен өзгеріс алып келген ең ерекше тәсілді видео соңына қалдырамын, өйткені оны жақсылап анықтап, тереңірек түсіндіретін боламын. Ең бірінші әдіс бұл тоқтамау. Яғни, мысалы мен қате жасап қойсам да, немесе рилстарым атпай қойса да, немесе видеоларымда көрермен аз болса да, или біреу ана жері дұрыс емес, немесе мына жері дұрыс емес сияқты сондай пікірлер айтса да, менде тоқтамау болды. Яғни, менің өмірімді өзгертуге үлкен көмек берген нәрсе ол тоқтамау. Қандай ситуация болмасын, менде қиындық болсын, жұмысымда сәтсіздіктер болсын, қандай ситуацияға қарамастан, әрбір жұмысымды құласам да қайтадан орнынан тұрып, тоқтамай жалғастыра беруім. Яғни, менің үлкен өмірге қадам басуыма үлкен себепші болған осы әдеттің бірі тоқтамау еді. Екіншісі бұл дұрыс ойлану. Яғни, бір ситуацияға белгілі бір көзқараспен қараған кезде оның дұрыс жағын көре білу. Егер көшеде бір ашулы тұрған кісіні көретін болсам, сол кісінің ситуациясына дұрыс көзқараспен қарау. Мысалы, ол кісі ашулы ма, ол кісінің жаман деген емес, жай ғана үйінде бір сәтсіздік немесе жұмысында бір сәтсіздік болды, соған ашуланып тұр. Яғни, мен айналамдағы ашуланып тұрған адамдарды емес, сол ситуацияға, сол адамға деген көзқарасымды дұрыс жағынан көрсету, дұрыс ойлау деген сияқты. Яғни, әрбір ситуацияға дұрыс көзқараспен қарап, дұрыс ойлану, дұрыс жағынан ойлану арқылы мен өмірімде үлкен өзгеріс алып келдім. Яғни, ол кісі ашулы, ол кісі жаман адам деген сияқты бір көзқарас миыма сіңіріп алсам, демек айналамдағы барлық нәрсе мен үшін жаман болып есептелінеді. Сол себепте, солай қалыптасып қалады. Сол себепте әрбір ситуацияға бір дұрыс көзқараспен қарап, дұрыс жағын ойланатын болса, онда бізде өмірімізде, өмірге деген, өзімізге деген, айналамызға деген дұрыс көзқарас қалыптасады. Үшінші тәсіл бұл менде челлендж жасау. Басында мен 21 күн ерте тұр челленджін бастаған болатынмын. Одан кейін барып, ол челленджді 90 күнге жалғастырдым. Өйткені ол маған үлкен өзгерістер алып келді. Мысалы, әртүрлі челлендж ұйымдастырсаңыз болады өзіңізге. Мысалы, бір аптада 2 мотивационный кітап оқу. Немесе 10 күн бойы медитация жасау. Немесе 2 апта бойы тек қана шүкіршілік жазу деген сияқты бір челлендж құрау, ойлау. Мысалы, өзіңіздің ситуацияңызда қандай челлендж дұрыс келеді, сол челленджді қалыптастырсаңыз. Мысалы, мен 21 күн бойы таңертең спортпен айналысамын деген сияқты. Немесе 21 күн бойы таңертең 1 литр емес, 1 стакан су деген сияқты әртүрлі челлендждер ұйымдастыратын болсаңыз,
ол сіздің өміріңізге үлкен әсер етеді. Яғни сіз бір челлендждің өзіңізге беріп жатқан әсерін, жақсы әсерін білгеннен кейін оны келесі челлендждермен жалғастыратын боласыз. Осылайша сіздің өміріңізде үлкен өзгеріс қалыптасатын болады. Деле галочка жасамау. Яғни, мысалы, үшінші тәсілді айттым ғой, мен челлендж жасаңыз деп, мысалы, сіз челлендж бастайтын болсаңыз, сол челленджді деле галочка жасамау. Яғни, мен 10 күн бойы медитация жасауым керек. Тез 1 минут музыканы ашасыз да, 1 минут отырасыз, тұрып кете саласыз, Яғни, уже 10 күн медитация жасауым керек, болды, жасадым деген сияқты бір галочка қою үшін емес, өзіңізді өзгерту, яғни өзіңіздің өміріңізді, өзіңіздің ішкі жан дүниеңізді өзгерту үшін жасау, яғни өзіңіз үшін галочка қою үшін емес, или галочка үшін емес. Мысалы, сіз осындай бір челлендж жасадыңыз, 21 күн бойы күнде сторис салам, немесе күнде рилс салам деген сияқты. Рилсқа көшеде кетіп барады, просто так ағашты түсіріп сала салу, немесе просто так бір жерден бір нәрсені скачать етіп сала салу емес, 21 күн бойы күнде өзіңіз жасаған, өзіңіздің ойыңызды, немесе өзіңіздің салаңызға байланысты күнде 21 күн бойы сол рилсті салып отырыңызшы, нәтижені өзіңізде байқайтын боласыз. Яғни сіз челлендж жасадыңыз деп айтайық, немесе бір жұмысты бастадыңыз деп айтайық. Сол жұмысты, немесе сол челленджді жай ғана деле галочка емес, өзіңізді өзгерту ниетінде жасаңыз, яғни жақсы ниетпен жасаңыз. Сонда ғана сізде үлкен өзгеріс болады. Бұл да сіздің өміріңізге үлкен әсер ететін бір тәсілдің бірі. Ал енді 5-ші тәсіл бұл анализ жасау. Мысалы, сіз дұрыс ойлануды жасадыңыз, челлендж жасадыңыз, мысалы, жоспар жасадыңыз, жоспар жасадыңыз, мысалы, тоқтамай әрекет еттіңіз, мысалы, осылардың барлығының анализін жасау. Мысалы, сіз бір апталық жоспар жасадыңыз. Бір апта аяқталғаннан кейін жоспарыңызда не орындалды, не орындалмады, оны қарап шығасыз, Енді сол орындалған нәрсенің нәтижесі қалай болды, маған қандай әсер етті, және орындалмаған нәрсеге не себеп болды. Яғни сіз, мысалы, алдында атап өткен 4 әдісті жасаған болсаңыз, енді сол әдістің барлығына анализ жасау. Жоспар құрайтын болсаңыз, рилс жасайтын болсаңыз, сол рилстарыңызға анализ жасау. Яғни сіз әрбір жасаған іс-әрекетіңізге, әрбір жоспарыңызға, әрбір күніңізге анализ жасап отыратын болсаңыз, демек сізде расымен де үлкен өзгеріс болады. Яғни күн соңында мен таңертең не істедім, немесе осы істеген нәрсе маған қандай пайда алып келді, немесе осы көрген кином маған қандай пайда алып келді. Или осындай бір оқыған мотивационный, или басқа да бір бизнеске байланысты оқыған кітабым маған қандай пайда алып келді. Яғни сіз әрбір жұмысыңызға, әрбір күніңізге, әрбір жоспарыңызға анализ жасап отыратын болсаңыз, демек сіздің өміріңізде расымен де үлкен өзгеріс болады. Яғни бұл менің өмірімді өзгерткен үлкен бір 5 әдіс деп айтылам. Одан бөлек, мысалы, мен ерте тұру, кітап оқу деген сияқты, немесе спортпен шұғылдану, басқа да сондай жүйелерді пайдаланамын. Мысалы, күнде мотивационный видео тыңдаймын 20 минут, да, сол сияқты жасап отырсаңыз болады. Негізінде осы 5 әдісті галочка жасамай және анализ жасап отырып пайдаланатын болсаңыз, сіздің өміріңізде расымен де үлкен жетістік болады. Негізінде бұл ешқандай жоспарсыз, плансыз, өз ойымнан, өз тәжірибемнен шыққан видео болатын. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Өз пікірлеріңізді, енді алғашқы бұндай форматта түсірген алғашқы видеом, сол себепті өз пікірлеріңізді комментарийға жаза кеттіңіздер. Яғни қосатындарыңыз болса, әрине, немесе қате кеткен жерлері болса да, комментарийда бөлісе отырыңыздар. Сау болыңыздар.